Құрметті қатысушылар, сот келе жатыр. Орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймын. Отыруларыңызды сұраймын. Сот отырысын жалғастырамыз. Қатысушылар толық қатысып отыр ма? Қатысушылар толық қатысып отыр, және куә Журавлева екінші топтағы мүгедек болуына байланысты қалған куәлар Балпық, Уразахаева, Титков, Толымбекова, Тюкавкина, Амиркулова, Бурлуцкий, Усольцева, Асқарбай, Маратова сот отырысына келген жоқ. Жақсы. Осыған байланысты бұл куәлердің айғақтарын жариялау туралы пікірлеріңіз мемлекеттік айыптаушылар. Сіздердің пікірлеріңіз жәбірленушінің өкілдері. Қорғау тарабы. Қорғаушылар, сіздердің пікірлеріңіз. Сотталушылар. Жақсы. Онда сот қаулы етті, келмеген куәлердің айғақтарын сот отырысында жариялауға. Құрметті мемлекеттік айыптаушылар, іс бумасын, парақтарын айта отырып, жариялауларыңыз сұраймын. Өйткені бұл куәлер сіздердің айыптау тарабының куәлері. 23 том, 155 парақ. Балпық Алихан Ерболұлы. Жалғастыра беріңіз, жариялай беріңіз. Кәмелеттік жасқа толмаған куәдан жауап алу хаттамасы 9 қараша 2024 жыл, басталу уақыты 11 сағат 30 минут, аяқталу уақыты 12 сағат 00 минут. Өзіне белгілеу мән-жайларды сұраған кезде куә келесіні көрсетті. Маған қойылған сұрақтарға төмендегідей жауап беремін. Жоғарыда көрсетілген мекен-жайда әкем 06-01-1975 жыл туылған Рускулов Ербол Балпыкович, шешем 1978 жыл туылған Мангатаева Дарига Жанузаковна, қарындастарым 2009 жыл туылған Рысқұл Інжул Ербол қызы, 2012 жыл туылған Балпық Ақниет Ербол қызымен бірге тұрамын. Бұрын сотты болған жоқпын, нарколог және психиатр дәрігерлер есебінде тіркеуде тұрмаймын. Іс бойынша айтарым 03-10-2024 жылы түнгі сағат 23:00 шамасында мен үйден шешем Мангатаева Дариганың атына тіркелген Hyundai Tucson маркалы мемлекеттік номері 809-AR05 автокөлігін басқарып шығып, Талғар қаласының орталығына бардым. Мен негізі ақыға адам тасымалдаумен айналысайын деп ойлағанмын. Алайда жол жөнекей адам шықпаған соң сол орталықта тұрдым. Содан кейін Рысқұлов ауылының жоғарғы жағындағы Ақбұлақ курорт орталығына қарай бардым. Себебі сол жақта видео түсіріп Инстаграмға салу ойым болды. Мен өзім жалғыз автокөлікпен Ақбұлақ курорт орталығына бардым. Сол жақта автокөлігімнің таулы жерде тұрған видеосын түсіріп, ол жақтан түсіп биатлон деп аталатын шаңғы тебетін жерге шықтым. Осы биатлонға баратын жолда мен тауға қарай көтеріліп бара жатқанда ешкім болмаған. Шамамен 5-10 минуттан биатлон жақтан Рысқұлов ауылына қарай түсіп келе жатқан кезде жолдың бойында оң жағында Mercedes Кабан қара түсті мемлекеттік нөмірсіз автокөлік тұрды. Және Volkswagen Golf 3 маркалы көкшіл түсті автокөлік тұрды. Мен Volkswagen Golf автокөлігін танып қойдым. Яғни менімен бірге Ақбұлақ Resort Golf клубында бірге жұмыс істейтін Тоқтабаев Нұрболдың автокөлігі болатын. Сол себепті мен аталған жерге тоқтадым. Ол жерде Тоқтабаев Нұрбол, оның інісі Азамат Шыңғыс, яғни Мерседестің иесі, және Дархан деген жігіт тұрғанын көрдім. Автокөліктердің ішінде кімдер болғанын көрген жоқпын. Мен осы жігіттермен амандастым, олардың мас күйде тұрғанын көрдім. Сол себепті тезірек кетіп қалуды ойладым. Осы кезде аталған жерге қара түсті Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігі келді. Оның ішінен Нұрқияс деген жігіт түсті. Нұрқияс менімен амандасып, не істеп жүрсің деп сұрады. Мен оған жай видео түсіріп жүргенімді айттым. Сонда Нұрқияс маған мына жерден кете бер, нең бар біздің арамызда деп айтты. Мен автокөлігіме отырып жоғары қарай кетіп қалдым. Басқа қосарым жоқ. Сұрақ: айтыңызшы, жүргізуші куәлік алдыңыз ба? Жауап: жоқ, себебі 17 жастамын. Сұрақ: айтыңызшы, Нұрбол, Азамат, Шыңғыс, Дархан және Нұрқиястың не істеп жүргендерін білдіңіз ба? Олардың қасында тұрғанда қандай әңгіме естідіңіз? Жауап: олардың не істеп жүргендерін білген жоқпын. Ішімдік ішіп тойлатып жүрген шығар деп ойладым. Олардың қасында ешқандай әңгіме болған жоқ. Жауап алу хаттамасы менің айтуым бойынша дұрыс жазылды. Оқып таныстым деп кәмелет жасқа толмаған куә қол қойған. Келесі Журавлева Галина Николаевна, 15 том, 43 парақта. 15 қазан 2024 жыл, жауап алу бастамасы 16 сағат 01 минут, аяқталуы 16 сағат 20 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесін түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қызым 15-11-1979 жыл туылған Юлия Александровна Вострюковамен бірге, күйеу балам 09-09-1971 жыл туылған Виктор Павлович Востряковпен бірге
осы мекен-жайда 20 жылдай тұрамын. 03-10-2024 жылы мен күні бойы үйде болдым. Шамамен 01:00 сағатта мен теледидар көріп жаттым. Сол кезде Шота Руставели көшесі жақтан шуларды естідім. Сол кезде терезеге жақындап қарағанымда бір баланы ұрып жатқанын көрдім. Одан кішкене жоғары жерде тағы бір бала отырды. Оның қасында әйел адам болды. Содан балалар Менделеев көшесімен төмен қашып кетті. Бейнекамераға түсірмедім. Біздің үйде бейнекамера жоқ. Көршілердің біреулерінің шыққанын мен көрмедім және естімедім. Мен теледидар көріп отырғанымда мен бірінен соң бірі атылған дыбыс естідім. Кімнің атқанын және мылтықты кімнің әкелгенін білмеймін. Сол себепті осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып таныстым деп қол қойған. Келесі 16 том 67 парақта. Амиркулова Евгения Максимовна деген. 20-10-2024 жыл жауап алу басталды 12 сағат 13 минут, аяқталды 12 сағат 25 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша жолдасым 14-07-1990 жыл туылған Данияр Касымханович Амиркуловпен тұрамын. Осы мекен-жай бойынша шамамен 6 айдай уақыт тұрамыз. 03-10-2024 жылы мен үйде болдым. Біз жолдасымыз екеуміз теледидар көріп отырдық және шамамен 00 сағатта біз атыс дыбысын естідік. Терезеден қараған сәтте топтасқан адамдар көше бойымен жүгіріп бара жатты және әйел адамдардың дауысын естідік. Олар жүгір бол тез өлтіретін болды. Бұл атыстан кейін болды. Атысқа дейін мен ер адамның ат өлтір оларды дауысын естідім және бұл бірнеше рет қайталанды. Содан кейін біз қарамадық. Осы дерек бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және басылды деп қол қойған. Мына жерде куә айтып отыр, ат өлтір деген сөз. Ол шындығында айтылған сөз бе, айтылмаған сөз бе? Жаңа куәні ден кейін бізде кішкене күдікті бар. Ол кісі жаңа бас тартып қойды. Мына кісі сол сөзді тұра ма? Не болмаса кімнің аузынан шықты, соны айтатындай болса. Жауап алу сұрау туралы өтініш білдіріп отырсыз. Жақсы, сот қанағаттандырды. Келесі сот отырысына Амиркулова Евгения Максимовнаны жеткізу туралы. Титков Сергей Николаевич, бұл бізде 15 том 25 парақта. 15 қазан 2024 жыл. Жауап алу басталды 15 сағат 11 минут, аяқталды 15 сағат 29 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесіні түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша жалғыз тұрамын. Осы мекен-жайда 2005 жылдан бері тұрамын. 03-10-2024 жылы мен үйде болдым. Теледидар Невский сериалын қарадым. Содан шамамен 02:00 сағатта мен айғай-шу естідім. Терезеден қарадым. Сол кезде топтасқан жас балалар төбелесіп жатқанын көрдім. Сол мезетте біреуі құлады. Сол кезде біреу жүгіріп келді. Үстіне содан тағы басқасы жүгіріп келді. Оның қолында бір зат болды. Дубинағама ұқсас, мен анық байқамадым. Ол да сол құлаған жігітті ұра бастады. Оны итеріп жіберді. Ол біздің үй жаққа бұрылған кезде мен оның қолында мылтық болғанын көрдім. Бейнекамераға мен түсірмедім. Мен біреудің 4-ші қабаттан бейнекамераға түсіргенін естідім. Біздің үйде бейнекамера жоқ. Барлығы тынышталғаннан кейін мен терезеден қарадым. Сол кезде адамдардың жүргенін көрдім. Нақты кімдердің екенін мен айта алмаймын, өйткені бет әлпеттері көрінген жоқ. Мен мылтықтан атылған оқтың дауысын естімедім. Осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ деп жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және оқылды деп қол қойған. Бет перделі, бет әлпеттерін көрген жоқпын деп айтып отыр ғой. Микрофон беріңіздерші. Пристав, микрофон беріңіздерші. Оның қажеттігі жоқ. Жақсы. Келесі жауаптарыңыз. Бурлуцкий Владимир Иванович. 14 том 17 парақ. 11 қазан 2024 жылы алынған. Басталу уақыты 13 сағат 48 минут, аяқталу уақыты 14 сағат 21 минутта. Ат жөнін қайталап жіберіңіз. Бурлуцкий. Бурлуцкий Владимир. 14 том 17 парақ. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесіде жауап беремін. Жоғарыда көрсетілген мекен-жайда 30 жыл тұрамын. Нарколог және психиатр дәрігердің есебінде тұрмаймын. Көрсетілген мекен-жай бойынша өзімнің жұбайым мен кіші қызыммен тұрамын. Жұбайым Бурлуцкая Любовь Николаевна, қызым Бурлуцкая Ирина Владимировна.
Әрі қарай келесін түсіндірем. 03-10-2024 жылы барлығымыз үйде болдық. Түнгі шамамен 00 сағат 30 минутта мен теледидар көріп отырдым. Сол кезде даладан шу естідім. Балконға шықтым. Сол кезде Қамажай дүкенінің қасына бір топ жас балалардың жиналғанын көрдім. Олар айқайлап ерегесіп жатты. Ары бері жүрді. Олардың қанша болғанын айта алмаймын. Өте көп көліктер болды. Келіп кетіп жатты. Маркаларын білмеймін. Жас балалар тобы көшенің жоғарғы жағымен кетіп қалды. Сол кезде айғай-шу басталды. Сол кезде мен атыс дыбысын естідім. 2 мәрте атқанын естідім. Кімнің атқанын мен көрген жоқпын. Осыдан кейін мен көшеге шықтым. Сол кезде біреуін көлікке салып жатқанын көрдім. Ал тағы біреуі қасында жатты. Көлік маған белгісіз бағытта кетіп қалды. Содан кейін мен пәтеріме кіріп кеттім. Мен көшеге шыққан мезетте аулада ештеме болмады. Мен жалғыз бақылап отырдым. Шамамен 02 сағат 00 минутта үйдегілерімнің барлығы ұйықтап жатты. Мен телефон камерасына түсірген жоқпын. Кімнің түсіргенін де білмеймін. Біздің үйімізде бейнекамера жоқ. Осы дерек бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып таныстым деп қол қойған. Маратова Дана Дүйсенбаевна. 15 том 145 парақта. 18 қазан 2024 жыл. Басталу уақыты 11 сағат 43 минут, аяқталу уақыты 12 сағат 55 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жолдасым 16.06.1994 жыл туылған Дайыр Ербол Маратовпен бірге тұрамын. Осы мекенжай бойынша 2023 жылдан бері тұрамын. 03-10-2024 жылы мен үйде болдым. Біз 23:00 сағат аяқтауға жатып қалдық. Содан кейін атылған дыбыстан оянып кеттім. Оянған сәтте екінші атылған дыбыс естілді. Содан бірден балконға жүгіріп бардым. Сол кезде жерде бір жас баланың жатқанын және қасында әйел адам жедел жәрдем шақыруды сұрап айқайлап отырғанын көрдім. Бір топ жас балалар шамамен 6-7 адам төменге қарай жүгіріп бара жатты. Содан қара түсті көлікке отырып шығыс бағытта кетіп қалды. Менделеев көшесінен біреудің бейнекамераға түсіргенін мен байқамадым және көрмедім. Далаға шыққан адамды да көрмедім және мылтық әкелген адамды да көрмедім. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып таныстым деп қол қойған. Кейінгісі Усальцева Галина Геннадьевна. 15 том 19 парақ, 20 парақта. 15 қазан 2024 жыл. Жауап алу басталды 14 сағат 45 минут, аяқталды 15 сағат 09 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қызым 2011 жыл туылған Варвара Олеговна Булақпен тұрамын. Осы мекенжайда 2021 жылдан бері тұрамын. 03-10-2024 жылы мен күні бойы үйде болдым. 22:00 сағатта жатып қалдым. Содан 12:00-01:00 сағатта шу мен айқайдан оянып кеттім. Содан балконға шықтым. Сол кезде жерде жас баланың жатқанын көрдім. Содан көшенің жоғарғы жағынан қолында мылтығы бар бір жігіт түсіп келе жатты. Түр әлпетін көрмедім, тани алмаймын. Содан үйге кіріп, басқа бөлмеге барып, терезеден қараған кезде топтасқан жас балалар көшемен төмен жүгіріп бара жатқанын көрдім. Телефон камерасына түсірген жоқпын. Біздің үйде бейнекамера жоқ. Көршілерден мен ешкімді далада көрмедім. Мен бір рет тарс еткен дабысты естідім. Арықтау келген маған таныс емес жігітті көрдім. Сол кезде жерде жас бала жатты. Осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып таныстым деп қол қойған. Жақсы, басқа өтініш хаттарыңыз бола ма? Осы жарияланған куәлардың айғақтары бойынша немесе қосымша куәларды шақырту бойынша? Қосымша өтініш хаттарым болады, құрметті сот. Адвокат Ержанов Аскентай Дарханның мүддесін қорғайтын боламын. Құрметті сот, осы сот тергеуі аяқталмай жатып, жәбірленуші марқұм Шерзат Болат Аскентай Дарханның бет тұсына соққы жасаған дерегі бойынша 4 қазан 2024 жылы шамамен таңғы сағат 8:30-да күдікті Аскентай Дарханды Алматы облысының Талғар аудандық ауруханасында медициналық тексеріс өткізілген. Дәрігерлердің аты жөнін анықтап, оларды қосымша куәгер ретінде сот отырысында жауап алуды және осы дәрігерлерді шақыруды мемлекеттік айыптаушыларға жүктеуін сұраймын. Енді ондай мемлекеттік айыптаушыларда мүмкіндік болмаса, құрметті сот, аталған өтініш хат қанағаттандырылса, маған сотқа шақыру повесткасын ұсынсаңыз, ол адамдарды өзім анықтап сотқа шақыратын боламын. Сонымен қатар Талғар аудандық ауруханасында тиісті медициналық көмек көрсетпеу салдарынан жаңағы қорғауымдағы сотталушы Аскентай Дархан тергеу кезінде толыққанды жауап бере алмаған.
Сонымен қатар Аскентай Дарханның денсаулық жағдайын ескермей, барлық сот тергеу амалдарын қысымен заңсыз өткізген. 28 күн бойы ешқандай ем көрсетпеген. Бүгінгі күннің іске кірісуімен байланысты құрметті сот, адвокаттық сұраныспен 4 қазан 2024 жылы полиция қызметкерлеріне, нақтылап айтқанда СОБР қызметкерлеріне Талғар аудандық ауруханасына алып келген және оларға медициналық қарап тексеру кезіндегі дәрігерлермен және СОБР қызметкерлерінің жасаған заңсыз қайшы әрекеттерін бейне жазбасын алдырту туралы сұраныс жолданған. Күдіктілерді алып келу барысында не жедел уәкіл, не тергеуші қатыспаған. Ол мен бірінші өтініш хатым құрметті сот. Екінші өтініш хат, жаңа көзінің астындағы сүйегі сынып, көзі іріндеген, қиналған Аскентай Дархан Талғар аудандық полиция бөлімінен Қонаев қаласының полиция бөлімін уақытша ұстау ұстау изоляторынан ауыстырылған кезде Аскентай Дарханға бірінші болып Қонаев қаласының ауруханасына апарып медициналық көмек көрсеткен уақытша ұстау изоляторының басшысын сотқа шақыруды куә ретінде қосымша жауап алуын сұраймын. Үшінші өтініш хат. Жәбірленуші заңды өкілі Нұрымов Қаржаубайдың сотта берген жауаптарынан кейін Аскентай Дарханның Ринат есімді жездесін қосымша куә ретінде жауап алуға, оны сотқа шақыруды маған жүктеуін сұраймын. Төртінші өтініш хатым құрметті сот. Жәбірленуші заңды өкілі Нұрымов Қаржаубайға қорғау тарапынан қойылмаған сұрақтар, бірнеше сұрақтар бар. Осыған орай мен сізді Нұрымов Қаржаубайдан қайта жауап алуын сұраймын. Бесінші өтініш хатым құрметті сот. Жаңағы сот тергеуінде сотталушыдан жауап алу барысында бірінші болып Аскентай Дарханнан жауап алуын сұраймын. Оған сұрақ қою құқығын бірінші болып маған беруін сұраймын. Осы өтініш хаттарды құрметті сот, жаңа қылмыстық істі жан-жақты объективті қарау үшін мен сізден аталған өтініш хаттарды қанағаттауын сұраймын. Менде бұл құрметті сот. Жақсы. Бұл өтініш хаттарды сот қазіргі уақытта ашық қалдырады. Сотталушы Аскентайдан жауап алғаннан кейін барып шешуді шешті. Өзі айтып берсін, қалай болғанын, не болғанын, содан кейін шешім қабылдаймыз. Басқа өтініш хаттарыңыз. Адвокат Бөленбаев, сотталушы Сәкеев мүддесінде. Осы іс бойынша өткен жол біз видео көрдік, яғни Гайпаев Нұрғановтан аурухана жауап алған. Сол жауап алған Әлжан Медет атты қылмыстық іздестіру бөлімінің қызметкеріне жауап алып сұраймын. Іс бойынша жауап алған одан. Қандай мақсатта? Енді видеоны біз көрдік өткен жолы. Сол видео бойынша оған сол кезде тану жүргізген. Сол кезде Гайпаев Нұрғанат өзіне пышақ салған, именно азамат екенін көрсетіп суретпен таныған. Сол бойынша қазір Әлжан Медеттен жауабын алып осыны нақтыласақ па едік. Жақсы. Қорғау тарабы қолдайсыздар ма бұл өтініш хатты? Қолдаймыз. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Сотталушылар қолдайсыздар ма? Құрметті сот. Осы өтініш хат шешілайық. Осы өтініш хат бойынша. Айтыңыз. Құрметті сот, адвокат Баймұханова, осы өтініш хат бойынша құрметті сот алдыңғы сот отырысында менің де өтінішім сізбен қанағаттандырылған болатын. Екі бейне жазбаны сол Әділжанды сұрау барысында қалған екі бейне жазбаны сотта көрсек. Жақсы. Отыра беріңіз. Тұра тұрыңыз. Осы өтініш хатты шешіп алайық. Мемлекеттік айыптаушылар. Өтініш хат бойынша пікірлеріңіз. Әділжан, полиция қызметкері Әділжанды шақыртып жауап алу бойынша. Құрметті сот алқасы, сот қазіргі таңда бұл өтініш хатты ашық қалдыруды сұраймын. Себебі видео құрметті сот, бұл өтініш хатты әзірше ашық қалдыруды сұраймын. Себебі видео таспа әзірше толығымен зерделеген жоқпыз, қараған жоқпыз. Осы видео таспа көріп болғаннан кейін қайта оралып көруге болады деп. Жақсы, онда қазір сот қаулы етті, қалған екі бейне жазбаны көру туралы. Содан кейін мемлекеттік айыптаушының пікірін тыңдайық. Қазір бейне жазбаларды көрейік, содан кейін осы өтініш хатты шешкеннен кейін басқа өтініш хаттарыңызды бересіздер. Айтам, түнін көрсем айтам. Қарайын. Нұрқияс па? Сол пышақтады ма? Бұдан мен уже соң жағында білмеймін. Отключка болдым. Врачканың үстіне шығып жатып алдым. Врачканың пышақтатқаннан кейін. Врачканың үстіне. Врачканың пышақтатқаннан кейін. Братишканы кім пышақтады? Сол. Жоқ, қайсы екенін білесің бе? Қайсы именно бізге керек? Түрін көрсетші. Көрсетші.
Мынау ма? Осы пышақтар ма? Сен пышақтағанда көрсетші. Нұрған білесің ғой сен кім пышақтағанда, и брачканы кім пышақтағанда? Фотку покажи, опознай, пускай. Мынау. Осы мынау менің пышақтаған. Сені осы пышақтады, да? Иә. Мынау ең бірінші таяқ жеген анау кім? Анау. Понятно. Брачканы кім пышақтады? Анау. Жаңа бірінші көрсеттің ғой, ең бірінші жаңағы ана бала. Мынау ма? Иә, мынау. Брачканы осы ұрды ма? Осы. И менің мынау екіншісі. Мынау сені пышақтады. Иә. Тыңдап тұр мемлекеттік айыптаушы пікірлеріңізді. Құрметті сот, аталған яғни куәгерді жедел уәкілді жауап алу қарсылығы жоқ. Өйткені видео таспаны көрдік. Бізде де қосымша сұрақтар болады. Сіз қолдайсыз ба? Иә, сот қолдаймын, әріптесім. Жақсы. Айта беріңіздер. Тұрып сөйлеңіздер. Жақсы. Қорғаушылар, сіздердің пікірлеріңіз. Орынды тұрып айтын. Жақсы, сот қаулы етті. Ертеңгі сот отырысына Әділжан, полиция қызметкері Әділжан шақыртып жауап алуы осы бойынша. Келесі өтініш хатыңыз. Талғар ауруханасының орталық ауруханасының қызметкерлерінің айтуы бойынша Гайыпбаев Нұрғанаттың киімін Қартбаев Ұлықбек атты өзінің жиені алып кеткен деген. Сол іс бойынша Қартбаев Ұлықбек жауап алынған жоқ, және де Гайыпбаевтың киімі соғалып табылған жоқ. Осы бойынша жәбірленуші жаққа тапсырсақ, Қартбаев Ұлықбекті сотқа әкелсе жауап алсақ. Толық аты жөні бар ма? Қартбаев Ұлықбек жиені дейді Гайыпбаев Нұрғанаттың. Аурухананың қызметкерінің айтуы бойынша Гайыпбаев Нұрғанаттың киімдерін Қартбаев Ұлықбек алып кетіп, басқа киім әкеліп берген. Сол киімдер іс бойынша айғазат ретінде тіркелген жоқ, оған қарау жүргізілген жоқ, и Қартбаев Ұлықбектен жауап алынған жоқ іс бойынша. Оны сіз кімнен білдіңіз? Қайдан білдіңіз? Іс бойынша Аппазованың жауабында болу керек. Аурухана қызметкерлерінің жауабында көрсетілген. Жақсы, осыған байланысты пікірлеріңіз. Қолдаймыз, құрметті сот. Сотталушылар, сіздердің пікірлеріңіз. Қорғаушылары. Мемлекеттік айыптаушы. Қарсылық жоқ, құрметті сот. Біз қарсымыз, құрметті сот. Біз қажетті тұрған жоқ. Бірден есімдеп, бірден Ол материалдарында жоқ, тек болжамға ғана сүйеніп отыр, бір қызметкер айтты деп, нақты сол қызметкерден бастау керек сияқты оны киімдерін алдырту үшін. Онда қосымша өтініш хат болады, яғни осы Талғар аурухананың қызметкерлері іс бойынша жауап алған Аппазовадан Хамидулла Арайлым атты азаматтардан жауап алды сұраймын. Ол қандай мақсатта? Киімдері Ол қандай енді мақсатта? нақты киімдері қараңыз, бұл жерде мен іс бойынша материал бойынша қарағанда шынасыл абзал пышақ салған кезде кімнің Гайыпбаевтың шалбары шешіліп белі ашық жатқан. Сол себепті оның жарағы киімдері бар ма екен қазір уақытта? Ол Қартбаев Ұлықбек оны киімдері ұсына ала ма екен? Егер ұсынылған жағдайда оның киімдерінде жарақат келе ме екен? Ол бойынша сараптама жүргізілген жоқ. Бұл енді сотқа дейінгі тергеудің олқылығы деп білемін. Соны осы сот барысында сол кемшіліктерді жоюға әрекет жасауды сұраймын. Сот тараптардың пікірлерін тыңдап қаулы етті. Гайыпбаев Ұлықбектен жауап алудан бас тартуға. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Қорғаушы Баймұханова, Қали Ахметтің мүддесінде. Құрметті сот, мен келесі сот отырысына жәбірленуші Қаржаубайды мырзаны шақыруды сұраймын, және қосымша жауап алуды сұраймын. Не себепті десеңіз, қазір бәріміз TikTok желісінен, Instagram желісінен
Қаржаубай мырзаның өкілі әріптесіміз Шөкеев мырзаның сот отырысында сұралған куә Әбдіқадыров Санаттың берген жауабы бойынша ол кісіні қазір Чина деп, осы кісі міне Чина, осы сол соғысты бастаған деген несі жүр, бейнероликтері жүр. Алдыңғы сот отырысында Қаржаубай мырза басында біз залықта болдық, бәріне кегіміз болды, біреуге артық айтқан шығармыз. Ол балалардың бұл сот отырысында ешқандай қатысы жоқ деп айтты. Ол балалардың бұл іс-әрекетке еш қатысы жоқ деді. Сол себепті, құрметті сот, сол сұрақ бойынша Қаржаубай мырзадан сот отырысында қосымша сұрақ қойып, жауап алуды сұраймыз. Қолдайсыздар ма қорғау тарабы? Пікірлеріңіз? Мемлекеттік айыптаушылар. Құрметті сот, әзірше ондай қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Себебі өткен сот отырысында жәбірленуші Қаржаубай толығымен тиісті жауап берген болатын. Сонымен қатар келешекте біз тиісті видео таспа әзірлейміз, яғни беттестіру жәбірленуші Қаржаубай мен куә Әбдіқадырдың арасындағы. Тиісті сол кезде баға беру болады деп ойлаймын. Қазір жарияламадыңыз ба онда? Жоқ. Қазір дайынсыздар ма жариялауға? Қазір ол жәбірленушіде куәда жауап алынды соттан, сондықтан екеуінде айғақтарын жариялауға болады. Қазір құрметті сот. Жақсы, оғанға дейін жәбірленушінің өкілдері, сіздердің пікірлеріңіз осыған байланысты. Сот қазіргі таңда біз ондай қажеттілік көріп тұрған жоқпыз. Ол өз жауабын берді және істе ол құқық қорғау органы тиісті бағаларын берген деп санаймыз. Егер Қаржаубай мырзамен мен сөйлесіп, егер қарсы болмаса, мен алып келуге дайынмын. Жақсы, сот қаулы етті. Бұл өтініш хатты сотталушылардан жауап алып, қылмыстық іс құжаттарын зерттегеннен кейін қанағаттандыруға, яғни сол кезде сотталушылардан жауап алып болғаннан кейін және қылмыстық іс құжаттарын зерттеп болғаннан кейін қосымша жауап алу үшін жәбірленуші Қаржаубайды сот отырысына шақыртуға. Құрметті сот, мен жаңа екінші өтініш хатым жауапсыз қалды. Яғни Талғар ауруханасының қабылдау бөлімінде жұмыс істеген, яғни Полат Шерзат, Гайыпбаев Нұрғанат аурухана түскен кезде солар кісілерді қабылдаған Хамилулла Арайлым атты, Наубаев Азат атты және Аппаз Ақбөбі атты медработниктерді сотқа шақырып жауап алуды сұраймын. Сот бұл өтініш хатты да жаңағы сіздің бірінші берген өтініш хатыңызбен бірге шешті. Қанағаттандырудан бас тартылды. Себебі жәбірленуші Гайыпбаевқа қатысты сот медициналық сараптамасы өткізілген. Онда келтірілген жарақаттардың бәрі көрсетілген. Сондықтан қажет емес деп есептеймін. Құрметті сот, онда сол сот медициналық сараптама өткізген сарапшыдан жауап алса қосымша. Ол өтініш хатыңызды қылмыстық іс құжаттарын зерттегеннен кейін шешуге жатады. Жақсы, рахмет. Құрметті сот, 21-ші том. Іс беті 113. Рұқсат жариялай беріңіз. Бейне жазуын бірден жариялауды сұрайсыз, қосуды, қарауды? Бірден. Бейне жазуын. Мен Алматы облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының аға тергеушісі полиция майоры Нариман. Бүгін 28 қазан 2024 жыл оперативтік уақыт 16 сағат 32 минут. Біз қазір Алматы облысы Қонаев қаласы индустриальная көшесі номер 1 мекенжайы бойынша орналасқан Алматы облысы полиция департаментінің ғимаратындағы номер 303 қызметтік кабинетте Қонаев қалалық полиция басқармасының жедел криминалистикалық тобының криминалисті полиция аға лейтенанты Тоқтардың қатысуымен Sony маркалы бейнекамераны қолдана отырып, жәбірленушінің өкілдері Таукелова, Жайлаубаеваның қатысуымен және куәнің адвокаты Роговикованың қатысуымен бұрын жауап алған жәбірленуші Нұрымов Қаржаубай Полатович және куә Әбдіқадыр Санат Маратұлы арасында беттестіру жүргізуді бастаймын. Қатысушыларға қылмыстық процесс кодексінің 126 бабына сәйкес тергеу әрекеті барысында Sony маркалы бейнекамераға бейне түсірілім жүргізілгендігі туралы ескертіледі. Жәбірленуші өзіңіз аты жөніңізді айтыңызшы. Қаржаубай Полатович. Жәбірленушінің өкілдері? Жайлаубаева Мұрат, Таукелова. Куә, аты жөніңізді айтыңызшы. Әбдіқадыр Санат Маратұлы. Куәнің адвокаты? Роговикова Ирина Алексеевна.
бет естіру алдында жәбірленуші Нұрымовқа қылмыстық процесс кодексінің 71 бабының талаптарына сәйкес жәбірленушінің құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар жәбірленуші Нұрымовқа қылмыстық кодексінің 420 бабы бойынша көрінеу жалған айғақтар берген үшін және қылмыстық кодексінің 421 бабы бойынша айғақтар беруден бас тартқан үшін қылмыстық жауаптылық болатындығы ескертіледі. Бұл ретте жәбірленушінің өзінің, жұбайының, жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасаған әшкерелейтін айғақтар беруден бас тартуға құқылы. Сізге құқықтарыңыз түсінікті ме? Беттестіру алдында куә Абдықадырға қылмыстық процесстік кодексінің 78 бабында көзделген куәнің құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар куә Абдықадырға қылмыстық кодексінің 420 бабы бойынша көрінеу жалған айғақтар берген үшін және қылмыстық кодексінің 421 бабы бойынша айғақтар беруден бас тартқан үшін қылмыстық жауаптылық болатындығы ескертіледі. Бұл ретте куәнің өзінің, жұбайының, жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасаған әшкерелейтін айғақтар беруден бас тартуға құқылы. Түсінікті ме? Түсінікті. Қайталаудың қажеті бар ма? Қажет жоқ. Беттестіру басталмас бұрын қатысушылар өтініш хат, арыз шағымдарыңыз бар ма? Жоқ. Жәбірленуші Нұрымов Қажыбай, сіз өзіңізге қарама-қарсы отырған куәні танисыз ба, бұрын көрдіңіз бе және бас араластықтарыңыз болды ма? Бұрын көрмеген, бас араластық болған. Оқиға болған күні көрдіңіз бе? Оқиға болған күні көрдім. Оқиға қай күні болды, қай жерде болды? 3 қазан сағат 11-ден өтеді. Куә Абдықадыр, сіз қарама-қарсы отырған жәбірленушіні танисыз ба, бұрын көрдіңіз бе және араларыңызда бас араластық болды ма? Танымаймын, көрмеген, болған жоқ. Оқиға болған күні көрдіңіз бе? Иә, көрдім оқиға болған. Оқиға қай жерде болды, қай күні болды? Менделеева бойында Қамырай деген дүкенде болды. Қай күні болды? 3-іне 4-іне қосқан күні сағат 12:35-те. Бұрын араларыңызда бас араластық болды ма? Жоқ, болған жоқ. Жәбірленуші Нұрымов Қажыбай, сізге сұрақ. Қазан айының 3 күні 11 жағына кеткенде көрінбедіңіз Абдықадырды? 12 жағына. Сол уақытта болған оқиғаны айтып беріңізші, қысқаша нақты осы Абдықадырға қатысты. Дүкеннің алдында жаңа төбелес болмастан бұрын Нұрбол, Дархан деген жігіттер осы үшін жігіттерін шақырып бастады. Сол кезде дүкеннің алдына Аксепт автокөлігі и Кабан автокөлігі деп тоқтады. Бұл жігіт түсті. Бұның жанында жаңа бұл аяғында қызыл дауыш болды. Үстінде басына киетін капюшоны бар киім, бірақ капюшоны кимеді. Жанында жаңағы жас жігіт Аксепт рөлде болды. Бір жігіт болды, сақалы бар, капюшонмен жүрді. Оның мына жерінде жазуы болды, киімі. Бұл үшеуі, в общем, келіп тоқтағанда Кабандағы жігіттермен бәрімен бұл амандасты. Бәрі. Нұрболмен, Дарханмен жанында тұрған Кабандағы кішкене оркестрмен бәрімен амандасты. Оның бұл жердегі іс-әрекеті Нұрғатпен амандасты, екеуі сөзге келді. Сөзге келді, жаман сөз емес, екеуі сөйлесті. В общем, бір жерде көрді ұмытып, екеуі бір-біріне қарады. Сіз қай жерде тұрдыңыз ол? Мен магазин алдында тұрдым. Магазин алдында тұрдым да, бұл жерде видеода көрініп тұр, мен тұрған. Сөйтсем, Нұрғат екеуі әңгімеге келіп, қол ұстасып, сөйлескен кезінде, в общем, мен төгіліспеймін ғой деген сөз шықты оның аузынан. Мен төгіліспеймін ғой, мен шалымын ғой. Қай жылғысың деп, мен шалымын ғой деп өз аузынан шықты мына сөз. Мен төгіліспеймін, мен үшін жастар төгілісіп, жігіттер төгілісіп деген әңгіме айтты. Лично өзі. Кімге айттың? Нұрғат айтты. Сонымен Нұрғаттан тұрдым да, Нұрғат бәрі дұрыс па деді, дайын, бәрі нормально деп төменге түсіп бастағанда, мынау делайте деген әңгіме осы алдырған жігіттер. Осы жігіттің аузынан шықты сол сөз. Мен ақыры магазинге кірдім де, телефонды алып, сол жаңағы 12:35 деп тұр ғой. Мен звондағаным 02:40-та сол аралықта 5-3 минуттың арасында мен 02-ға звондаймын. Олар келгеннен екі апта көріп келді. Өзі 02-ға звондаймын, 03-ге звондаймын, алмайды. Сөйтіп магазиннің арты жағына өтемін да, кіріп талайын дегенде бұл жігіт үшеуі, 3 жігіт кірді. Екі қыз бір, бейтаныс бір жігіт бар ғой деймін, оны танымаймын. Сапалға кірді ма, оның басында бір капюшон болды, оны танымаймын. Екі қыз, олар Кабанмен келген екі қыз. Үшеуі кірді, бұл пиво алмақшы болды. Мен жігіттерге пиво сатып бердім. Магазин жауып шығыңдар деді. Неге десем, ар жағына айналып шыққан кезде арттан магазин арт жағынан бір құлады. Төбелес басталғанын көрдім. Іс-әрекет.
Сіз бағанағы не деп айтты дедіңіз, кіріп бара жатқанда дүкенге? Делайте деп жігіттер. Сіз сол жерде қай жерде тұрдыңыз? Магазин алдына. Прям магазин Кімге алдына. айтты оны? Сол қасында жігіттер. Ол қасындағы жігіттер дегенде оларды танымайды, қайдан? Танымаса не үшін амандасып, бір-бірімен амандасып бәрі сөйлесіп тұрдық осы жерде. Қалай танымайды? Нақты қанша жігіттер болды тұрды дүкеннің алдында? Жалпы айтайық, Кабаннан Нұрқияс, Абзал, Азамат, Равил, Шыңғыс, Екқыз, олар үшеу, 10. Көліктің водителі бар, Дархан бар и Нұрбол бар. 13 адам. Біз жақтан магазин алдында Нұрғанат болды. Онымен амандасып сөйлескен, негізгі осы кеп сөйлесті бірінші балдардың арасынан шығып осы сөйлесті бірінші Нұрғанат. Ана балдар келген жоқ, олар артынан келді. Сол кезде мына бала кеп Нұрғанатпен сөйлесті. И магазин алдынан сол моментте шыққан кезде ма, уже кімнің, мен балам, марқұм баламның 3 досы келді. 3 па 4 досы. Сонша, 15-17 бала бар. 20-ға жоқ бала бар сол жерде. Басқа қосарыңыз бар ма? Басқа қосарым жоқ. Осының ауыздан шығып Нұрғанатпен мен шалымын ғой, мен төбелеспеймін, мен үшін жігіттер төбелеседі деген сөз айтты. Мен уже соны сезімді, уже магазинге кіріп телефонда звондадым. Уже маған кіріп баратын делайте деп. Сол момент уже төбелесіп бастады. Кірдік, кейін барып уже шыққан кезде аналар уже төбелесіп бастады жігіттер. Так, куә. Абдықадыр, сіз жәбірленуші Нұрымовтың берген жауаптарын естідіңіз бе? Естідім. Жауаптармен келісесіз ба? Келіспеймін. Айтып беріңізші, не себепті келіспейсіз өз жауабыңыз? Бұл кісіні мен көрген уақытым, жаңа 12:35-те біз магазин алдына тоқтадық. Сол кезде ең бірінші маған амандасқан жоқ, ең бірінші Дидарға амандасты. Содан кейін барып маған амандасты. Мен сол кезде бұл кісіні көрмедім, байқамадым. То есть жаңа айтып тұрсыз ғой, жаңа біз 4 адам тұрмыз дейді, бұл кісіге 8 адамдай тұрдық дейді. Бірақ мен ол кісіні байқамадым сол кезде. Сосын жаңағы Ерғанатпен сол баламен сөйлескеннен кейін біз магазинге кіріп кеттік. Магазинге кіріп кеттік та, жаңа Дидар деген 2 пивоны алып бүйтіп қойып жатқан кезде продавец жоқ екен, Дидар есікті ашты, сол кезде біреу келіп қалды, білмейміз тоже кім екенін. Амандасты. Сонымен сатушы кім деді? Сол кезде осы кісі кірді. Осы кісі кірді, витрина жаққа бүйтіп келді да жүрді. Сосын мен енді темекі алайын деп қалтамнан наличка ақша шығарайын деп жатамын. Наличка ақша шығарып, қанша болды аға деп төлейін деп жатқан кезде сыртта күрс-күрс ете қалған дауыс естіледі. Сол кезде аға бізді шығыңдар деп қуып шығады. Ол сразу машинаға отырып ары қарай айтып кетіп жатыр. Так, сіз қазіргі кісіге нақты айтып отыр ғой, сөзіңізге қарамайсыз. Нұрғанатқа мен үлкен шалмын ғой, мен төбелеспеймін, жас бала төбелеседі деп. Жігіттер төбелеседі деп айтқан сөзді айттыңыз ба? Жоқ, ондай сөз айтқан жоқпын. Делайте деген сөз айттыңыз ба? Делайте деген сөз мүлде айтқан жоқпын мен. Потому что ол адамдарды мен мүлде танымаймын. И және де камера сондай болса қарасаңыздар болады. Біз магазин ішінде тұрған кезде кабан келіп біздің артымыздан қойып кетті. Мен ол моментте жаңағы жетеуін көріп, никак үлгермеймін. Физически болмайды никак. Сіз сол кабаннан келген жігіттерді көрдіңіз ба, амандастыңыз ба? Жоқ, амандасқан жоқ. Ешқайсысын танымаймын да мен оларды. Содан кейін қайда шығып кеттіңіз? Содан кейін шықтық, мен үйіме бардым. Жоқ, дүкеннен шыққан жерді айтып беріңізші. Дүкеннен шықтым. Менің артымнан сіз шықтыңыз деп, бізді бүйтіп шығарып жібердіңіз. Сатпайды, жігіттер пиво сатпаймын деп бізді шығарып жібердіңіз. Сіз біздің артымыздан келдіңіз деп, сонымен тұрдым да мен сразу машинаға қарай кетіп қалдым. Машинама қарасам, жаңа кабан жоқ болған, артымыздан келіп кабан қойып тастаған. Сол моментте Дәулетті мен шақырып алғам да, Дәулет машинаны айда мен жүгіруге кетемін дедім. Машина прям бүйтіп жаман қойып тастаған да, біздің машина жоқ. Сол кезде бүйтіп алдыға бүйтіп магазинге бүйтіп шықтық. Ары қарай тоқтадық. Тоқтаған кезде Дидар жоқ екен. Дидар есікті аштым да, Дидар деп шақырып алдым. 2-3 минут арасында Дидар келді, сразу сосын кетіп қалдық біз. Жәбірленуші, сіз куәнің берген жауаптарын естідіңіз бе? Келісесіз бе жауаптармен? Өз жауаптарыңызда қаласыз ба? Өз жауабым. Бір-бірлеріңізге қоятын сұрақтар бар ма? Жәбірленуші, сіздің куәға сұрағыңыз бар ма? Мен ойсам оғым. Сұрағыңыз бар ма сіздің? Бар. Қойыңызшы. Төбелес басталды, көрді, машинаға отырды. 100-200 шақырып, не болмаса араша түспейді. Сондай таза екен. Жауап берсем ол ма? Жауап берсем.
аға сіз өзіңіз қараңызшы, балаңыз жатқан жерде өз шын жүректен айтамын. Бірақ қараңызшы, біз магазинге құры деп зат алуға келген адамбыз да, солардың өзіне өйстіп айып тағылып отқан кезде кім куә ана жерде? Біз шақырсақ, бізді өлтіріп кетпейтіндей кім куә, например? Өзіңіз білесіз ғой аға. Біз деген вообще ол жерде қатыспады аға балаңмен. Мен қайдан білейін ол жерде спокойно тұрды, кім біледі қандай не болып отырған ол жақта. Сіз айтыңыз, төбелесіп басталып қойды. Басталған кезде біз кетіп қалдық қой, ары қарай сол кім біледі, может деген, мен ойбай ана жақта бірдеңе болып жатыр десем, сосын маған тұрады заложенное показание, тағы да маған штраф береді. Все хорошо. Басқа сұрағыңыз бар ма? Қарудың дауысын естідіңіз ба? Жоқ, қазір тоқтаңыз. Бір-біріне сұрақ. Сіздің сұрақ бар ма, жәбірленуші? Бар. Аға, біздің ол жерде действительно ондай ештеңеміз жоқ, ана ешкім қандай сұрақ, вопрос. Жаңа сіздің ініңіз айтты да, 4 бала ғана тұрдық депші. Сіз келдіңізде 8 бала тұрды дегенбіз. Бірақ та деген, біз кірдік, содан кейін Мерседес келген, неғып оны басқалай айтып жатсыздар? Екеуміз екі түрлі айтып жатсыздар ғой. Сіз айттыңыз бірінші. Болды ма сұрағыңыз? Иә, болды. Жәбірленуші жауап бересіз ме? Жәбірленушінің өкілдері сұрақтарыңыз бар ма? Қарудың дауысын естідіңіз ба? Біз кетіп бара жатқан кезде естідік дауысын. Бірақ ол қарудың дауысы ма, ненің дауысы екенін білмейміз, бірақ ұқсайды қарудың дауысы. Бірақ біз уже жүріп бара жатқан кезде естідік. Пақ деген ғана естідік. 102-ге 103-ге қабылмағаныңыз сома бағана айтқан нақты жауабыңыз, қорыққаныңыз? Қорыққанымнан. Кім біледі, может, ол жерде басқа бірдеңе болып жатыр. Білмедік қой, потому что біз убийство бірдеңе болған көрмедік. Кім бір қару-жарақтар алып шыққан, онда ештеңе көрмедік. Біз құрып банядан шығып су алуға келген адамбыз. Ойымызда ештеңе жоқ. Кім біледі, мен может, ана жақта деген бірдеңе болып жатыр десе, маған келуі мүмкін ғой. Заложено показание. Сол біз бір выстрелді ғана естіңіз ба? Иә, бір выстрел ғана болды, по-моему, естіген. Потому что біз сол кезде уже кетіп бараттық қой. Болды сұрақ. Скажите, вы из чего, вот из каких действий вы поняли, ну, по вашему мнению, что они знакомы друг с другом? Они все здоровались вместе, стояли вместе, общались. Он Нурика я спросил. Ты всех знаешь? Он сказал, да, спокойно, все, я их всех знаю. В каком моменте они здоровались, разговаривали вместе? В магазине, на улице? Перед магазином. Когда вы уже выгнали? Нет, до этого, когда все они приехали. Сказал же. Басқа болды ма сұрақтарыңыз? Нақты сұрақ бар ма? Сұрақтан бұрын қалай екен? Біз деген тек сіздермен ғана амандастық па? Біз аналармен амандасқан жоқпыз вообще. Соған не дейсіз, например? Біз жаңа тұрған жаңа сіздің бауырыңыз болды ма? Өзі айтты, біз күліп амандастық. Жоқ, тоқтаңыз. Біз күліп амандастық, жаңа өзі де. Сіз тоқтаңыз, сұрақ қоясыз ба? Не? Иә, сұрақ қой сол. Әңгіме емес көп жерде тергеу әрекеті жүріп жатыр. Қандай сұрақ, нақты сұрағыңызды айтсаңызшы. Неғып бізді жаңағы 7 Мерседестен шыққан балалармен амандасты деп айтып тұр деймін да. Біз олармен амандасқан жоқпыз ғой. Кіріп бара жатқанда. Енді өзінің жауабын айтты ол кісі. Амандасты ма, амандаспады ма? Амандасты. Бәрі-бірімен таныс. Жауап. Басқа сұрағыңыз бар ма? Басқа сұрағым жоқ. Онда бір-бірлеріңізде сұрақ жоқ болса, қатысушылардан сұрақтар болмаса, 16 сағат 47 мен осы жерде беттестіріп тергеу әрекетін аяқтаймыз. Тараптар басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Жоқ па өтініш хаттарыңыз? Онда сотталушылардан жауап алуға көшеді. Әскентай жауап беруге дайынсыз ба? Дарханнан жаңағы бейне материалдарды бәрін құжаттарды зерттегеннен кейін барып жауап берсек. Жоқ, сот қабыл етті ғой басында. Жәбірленушілерден, куәлерден. Содан кейін сотталушылардан жауап алып, қылмыстық құжаттарын зерттеуге көшеді. Әскентай Дарханды кейінге қалдыруыңыз сұраймыз. Жаңа ғана адвокат Ержанов сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Қосымша куәгерлерден жауап алғаннан кейін деп мен өтініш білдіргем. Сол қосымша жауап сотталушылардан сот қабыл етті, жауап алып бастаймыз. Дайынсыздар ма? Жақсы, онда бүгінге үзіліс жариялайды. Ертең сағат 10-да
сотталушылардан жауап алудан бастаймыз сот отырысын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.